Азат, қалайсың? Алейкум салам, кімсің айтып? Конкретно бір сұрақ қойын, қашпай тек жауап берші. Не сұрақ? Не сұрақ? Ана домбыра іблістің тасағы деп сен ғой айтқан да? Айттым, не болды? Сен голосовой сообщениең анау да? Не болды? Жүрген да? Енді сол сөзің үшін кейін қайтып алмайсың ба? Неге қайтып алам? Ол даже қазақтың да аспағы да емес ол. Жоқ, соны домбыра іблістің тасағы деген үшін сол сөзің кішкене артық емес па? Артық емес, қай жер артық? Қазақстанда тұрып, Қазақстанда өмір сүріп. Барам. Қазақстанда тұрсам, именно субханалла, қайда жоқ тасақтыным. Қайда жоқ тасақ деп сен тағы айттың ба? Қайда жоқ инструментті субханалла. Адвокат болмыш, қайда жоқ инструмент. Саған дым пайдасы келмейтін инструмент. ешкімге қорықпаймын ауыз бейін. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. أنت بخير ما شاء الله. تشرفت بك يا أخي. لا تجلس مع أهل الفتنة يا أخي، والله هم دائما يريدون فتنة، وهو يريد أن يقول أنت كلام وثم يريد أن يشاهد في الفيديوهات وثم فتنة بعد بين الناس. لا تتكلم معه يا أخي. تمام؟ أظن إن شاء الله، أرجو أن تفهم كلامي إن شاء الله. طيب تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Тағы да айтамын, сол сөзің қайда жоқ бір тасақты субханалла мына жерге пихать ете бермешін, ауызы билі. Азат, мне тебе жалко, вару, если честно. Әке шешең бар шығар. Тебе жалко ауызы билі. Саған жалко ауызы билі, қияметте ертең күні сол тасақ үшін жауап бересің ба? Азат, ауызы билі. Просто тыңдашы до конца, конкрет сөйлесейікші. Әке шешең бар шығар, базар жоқ. Альхамдулилля бар. Ол кісілерді бар ғой. Бірақ сен мынандай бүйтіп банағыдай қазақтың ұлттық құндылығын жерге таптап. Қайда ұлттық құндылық харам еткен субхан, даже ханафи мазхабында харам еткен субханалла. Білесің, тасағым мына жерге маған пихать ете бермеші, ауызы билі. Азат, сен Қазақстан азаматысың ба? Альхамдулилля, қазақ азаматым, не? Қазақстан азаматысың сен. Енді қазір Қазақстанда тұрып, Қазақстан азаматы болып, қазақтың өзің үйші ұлтың қазақ болып, қазақтың ұлттық құндылығын жерге таптап отырғаның бұл сенің. Ұлттық құндылық не сол? Қайда жоқ тасақпен саналама, ауызы билі, Аллахтан қорықшы, ауызы билі. Мен бүткіл қазақтың намысын жерге таптап отырған үшін мен мына жерге келіп өттім сен алдыңа. Намыс дейді, намыс сонда именно сол домбырамен шектелема, ауызы билі тасақпен. Білесің, тасағымен шектелема, қазақтың құндылығы. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөзді білесің ба? Алла субханала тағаладан қорықшы. Ол далбаса сөз субхана, нағыз қазақ емес, нағыз домбыра деген ол далбаса сөз, ол ешқандай дәлел жоқ та жоғын. Қаяқтан алғансың, ауызы билі. Бір қайдағы жоқ, тасақ үшін маған приведява жасағың келіп тұр ма, ауызы билі. Мен қазақ үшін тоқылдақ болайын. Қазақ үшін онда тоқылдақ бол сөйт. Әркім субхан қайдағы жоқ, тасаққа ола субхана тоқылдақ болып жүрсің ба, ешқандай саған пайда бермейтін, қияметте ертең күні сол үшін жауап беретінді білесің ба, субханалла, Аллахтан қорықшы, ауызы билі. Даже ханафи мазхабының өзінде шектік аспаптардың барлығы харам, субханалла. Не деген келіп тұр, ауызы билі. Қазақстан діни басқармасы оны харамға шығарған жоқ. Мен Қазақстан діни басқармаған хашабеттердің, жахметтердің сөзін айтпай қой, ауызы билі, бидағатчиктердің, тозақтың иттерін айтпай қой маған, тозақтың иттерінің сөздерін. Азат, әрбір айтқан сөзің сен өзіңе қарсы келеді. Қарсы келмейді. Себебі Аллах Тағала Құранда айтты ма? Инна бисаутик иналал ғурур. Аллах Субхана Тағала айтты ма? Музыка харам деп айтылды. Нұхман сүресінде оқы. Сауатсыз. Азат, тағы да айтамын, банағы айтқан сөзің үшін кейін қайтып ал. Ертең әке шешең артында жылап қалады. Ауызы билі, сен өзіңнің кәфір екеніңді осы жерде дәлелдеп отырсың. Өзіңнің субханалла, өзіңнің фасих екеніңді, фаджр екеніңді, мунафи екеніңді дәлелдеп отырсың, субханалла. Таза 200-лісің ғой сен, тоқылдақсың сен. Азат, мен қазақпын. Сен қазақ емессің, субханалла. Қайда жоқ, субханалла. Парсының субханалла инструментін, қазақтың домбырасы,
домбыра деген субханалла парсы тілде аударғанда инек деген сөз. Аузы белі. Сен парсы тілде аударғанда, қатысы жоқ нәрсе. сен парсы тілде аударғанда іблістің бір жері деп айттың ғой. Иә, іблістің бір жері. Қай жері? Тасағы. Домбыраны қараш, домбыраны қара. Не нәрсемен бейнеленген қара. Дөңгелегі, ұшы, қара. Неге ұқсайды? Сен датау тупойсың ғой, тупой. Астында КГ кішкене тұра тұршы, мен мынау жеке өзімен сөйлесейінші. Если честно, бұл записпен кететін болса бар ғой, ертең просто әке шешенің артында жылап қалады, Азат. Конкретно осы жерден кейін қайтып алады. Терпелесің ба? Конкретно айтшы, терпелесің ба? Маған қазақ үшін терпелі болған. Қазақстанда жүрмей-ақ қойшыш. Маған қазақ үшін терпелі болған. Қазақстанда жүрмей-ақ қойшыш, қатынсың ғой. Бұтыңа юбка киіп ал, субханалла, терпелі айтесің. Маған қазақ үшін терпелі болған западло емес. Терпелесің ғой, таза тұрған, қазақ үшін терпелі болған западло емес. Қазақ үшін дейсің, субханалла, 22 қаңтарда, субханалла, басшыға қарсы шығасыңдар да еще, мә субханалла, еще тұрып, қазақ үшін дейсің, ауызы беле. Қайда сонда? Қазағың қайда, субханалла? Қайда 22 қазақ үшін дейсің, амилай жүр ана жерде, субханалла. Еркек болып өзін қатын қылып, субханалла. Сол не? Қазақ па сол? Қазағын жаны ашырса, онда неге Қытайға қазақ қыздарыңды беріп жүрсіңдер? Қазақпын дейсің. Азат, Амилай, между прочим, мұсылман. Өзім мұсылманмын деп айтады. Мен мұсылман болса, нағып жүр, сұққана еркек болып, қатын болып. Енді барды айт өзіне. Қатын болып, трансплод не істеп жүр? Өзіне барды айт. Сен емес пе терлеп жүрген қазақ, мен қазақпын деп терлеп отқан. Сол барып айтына Амилайына, сұққана қазақ екен болсаң. Қазақ екеніңді дәлелде. Азат тағы айтамын мен эфирдегі привидябы жасайсың ба? Тоқылдақ. Азат, әке шешең артыңда ертең жылап қалады. Домбыраны кейін тоқылдақсың ба? Абасына өтетіп тұрсың ғой өзің тоқылдақ екенін, дұрыс па? Онда Қазақстанда жүрмей-ақ қой. Қазақстанда жүрмей-ақ қой. Қазақстанда вообще жүрмей-ақ қой. Көшеде жүрмей-ақ қой, сұқан тоқылдақ. Бұтыңа юбка киіп ал, тұра конкретно айтайын. Азат тағы айтамын. Өзіңді абасына өтетіп тұрсың тоқылдақ екеніңді конкретно. Бірақ бана сөзіңді қайтып ал, ертең әке шешең жылап қалады артыңда. Мен қайтып алмаймын, себебі конкретно ол нәрсе, конкретно бар нәрсе, ол қазаққа да қатысы жоқ нәрсе. Азат, мне, если честно, айтып отырмын тағы да, сен әке шешең үшін жалко. Ертең жылап қалады олар артыңда. Түсінші. Мен таухидтемін, субхана, таухидте, иля илаллах. Сен сияқты ауызы белі, дүние үшін, қайдағы жоқ, субхана, тасақ үшін, дінімді тасамаймын мен, альхамдулилля. Ол дүние емес, сендер ол діндерін тастап кетесіңдер, ауызы белі, қайдағы жоқ. Қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Ол қазақтың. Ол далбаласы сөз. Оған дәлелің бар ма? Дәлелің бар ма дәл сол сөзге? Дәлелің бар ма сол сөзге? Дәлелің бар ма, қотақ, ебальник? Дәлелің бар ма? Азат, жекеге өтпе. Дәлелің бар ма? Айт, дәлелің бар ма? Дәлелмен сөйле. Қайдағы жоқ бір сұқпа, ақмақтардың, ауамдардың сөзі мынаққа келтірмек қой, аузы белі. Азат тағы айтамын мен саған. Домбыраны үшін қайтып ал, ертең әке шешең артыңда жылап қалады. Тоқылдақсың ба? Оны тоқылдақ маған бәрі, мен таухид үшін отыруға дайынмын, альхамдулилля, дін үшін. Әке шешең даямайсың ба? Бағып қаққан осы күнге дейін өсірген. Айым сұлқан, бірақ сұлқан, сен сияқты пидараздардың үшін отыруға дайынмын, таухид үшін. Азат, қараш, мен жақсы, мен сен үшін пидараз болайын, бірақ мен әжеге қазақ үшін, домбыра үшін келіп отырмын. Сол сөзіңді қайтып ал, болды. Қайтпаймын, сұлқанала, қазақ, домбыра қазақтық емес, надо өт, сұлқан, парсылардан келген нәрсе, сұлқанала. Ешқандай, даже бесімнің тарихы жоқтың, кеше ғана шыққан, сұлқан, 19 ғасырда шыққан, домбырамен патент етпек қой, аузы белі. Азат, тағы айтамын мен саған. Сен түн ұйқысын төрт бөліп, сені бағып қағып өсірген әке шешеңді аяшеш, хотя талай ертең көз жасына сігіш ауызы белі, Себастьян болып кетші ауызы белі ана. Қайдағы жоқ, мамлюктер келіп сұққаны, тырылдайды ауызы белі.